Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Қазақтың қара домбырасын үйренуге арналған алғашқы сабағымызға қош келдіңіздер. Менің есімім Азат Қыдырбай, ендеше сабағымызды бастайық. Әрбір қазақ баласы домбыраның үнін танып, оның құрылымын білу жөн деп санаймыз. Сондықтан да біз алғашқы сабағымызды осы домбыраның құрылымын бірге үйренетін боламыз. Домбыра негізінен үш бөліктен тұрады. Ол басы, мойны және шанағы деп аталады. Бұл басында бізде екі құлағы болады. Осында екі құлақ бұл домбыраның дауысын туралауға көмектеседі. Айтады ғой, қос шектің бірін қатты, бірін аздап жайбыра. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бұл жерде астыңғы шекті сәл қатты, ал үстіңгі шекті сәл аздап кем бұраймыз. Сол себепте домбыраның дауысы өте әдемі шығады. Сосын домбыраның құлағы мен оның мойнының ортасында осындай тек болады. Бұл шайтан тек деп аталады. Бұл жылжымайтын тек. Ал мойнынан келетін болсақ, бізде домбыраның мойны 19 пернеден тұрады. Бұл 19 перне 19 түрлі дыбыс ойнайтын болады. Әрбір қағыс, әрбір әуен. Сонымен бізде домбыраның ең соңғы үлкен бұл бөлігі бұл шанағы деп аталады. Бұл шанағында бізде домбыраның беті, яғни домбыраның бетінде бізде жылжымайтын, бізде домбыраның бетінде жылжитын тек орналасады. Домбыраның екі ішегі болады. Бұл екі ішектің ойнау арқылы бізде әуендер шығады. Сондықтан да бұл домбыраның келтірілуі өте маңызды. Осымен біз домбыраның негізгі құрылымдарымен танысып шықтық. Ал біз келесі сабақта домбыраны қалай ұстау керектігін және орындыққа қалай отыру керектігін үйренетін боламыз. Егер де сіздерге сабағымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.